Мейірман Жандос Романұлы 1995 жылдың шілде айының 25 жұлдызында Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бозой ауылында өмірге келген. 2004 жылы Шалқар қаласындағы екінші гимназиясында алғашқы сабағын ашты. 2006 жылы Шалқар ауданы Бозой орта мектебіне ауысып, аталмыш мектепті 2013 жылы аяқтап шықты. 2013 жылы Ақтөбе қаласындағы Ақтөбе автожол колледжіне түсіп, аталмыш колледжде 2015 жылы автомеханик мамандығы бойынша аяқтап шықты. 2015 жылда Алматы қаласында Абу Ханифа медресесіне түсіп, аталмыш колледжде 2018 жылы исламтанушы мамандығы бойынша аяқтап шыққан болатын. 2020-2021 жылдар аралығында Түркия мемлекетіндегі Дарул-Фунун медресесінде қысқа мерзімдік сауат ашу курсынан өткенмін. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде тарихшы мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Алғашқы еңбек өтілімді 2018 жылы Ақтөбе дін істері басқармасының қарасты аңсар ақпарат алу орталығында бастағанмын. 2019-2020 жылы аралығында Темір аудандық Досенші мешітінде имам болып қызмет атқарғанмын. 2021-2022 жылы аралығында Атырау облысындағы Шапаға деструктивті діни ағымдардың жаппай жекіндерге көмек орталығының Исатай ауданы бойынша теолог қызметін атқарғанмын. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөліміне қарасты дін мәселелері және қоғаммен байланыс жөніндегі орталықтың теолог маманы қызметін атқарып жатырмын. АТТ құрамында 2018 жылдар аралығынан бері қызмет атқарып келемін. Осы орайда Темір ауданының ішкі саясат және діни дамыту бөлімінің басшысына және Атырау облысы Исатай ауданының ішкі саясат және діни дамыту бөлімінің басшысынан арнайы алғыс хаттарға ие болғанмын. Мен республикалық еңбек қорының және Жәрем Атырау корпоративті қорының ұйымдастыруымен діни саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру семинарына қатысқан болатынмын. Шынында дін адамзат баласының рухани дамуына зор үлесін қосып келеді. Осы орайда АТТ мүшесі және теолог маман ретінде елімізде діни ахуалдың тұрақталуына және жастарымыздың және халқымыздың жат ағым жетегіне кетпеулеріне жұмыстанамын.